Өңірде иммундау шарасы жалғасып жатыр. М.Жұмабаев ауданында 11 мыңға жуық адам вакцинаның толық курсын алған. Бұл аудан тұрғындарының 65%-ын құрайды. Екпе шаралары аудандық емханада және мәдениет үйінде жүргізіледі. Ауданда сондай-ақ 6 мобильді бригада жұмыс істейді. Бұл жайында толығырақ келесі бейнематериалда. М.Жұмабаев ауданының орталығында орналасқан мәдениет үйінде балалар мен ересектерге арналған түрлі үйірме жұмыс істейді. Соның бірі хип-хоп секциясы. Мұнда 6 мен 16 жас аралығындағы ұл-қыздар келіп заманауи би үйренеді, шеберліктерін шыңдайды. Хореографтары Бекет Құдайбергенов. Ол тәлімгер ретінде балалардың денсаулығына зор жауапкершілікпен қарайды. Жаз айында жанындағыларға қауіп төндірмес үшін коронавирусқа қарсы екпе салдыртыпты. Мен осы біздің райондағы ДКда бимен айналысам. Жас балалармен 6 жастан бастап биге үйретем. Өзім вакцина алдым. Менің ойымша вакциналану керек бәріне. Бірінші вакцинадан кейін екінші вакцинадан бәрі жақсы, реакция ешқандай болған жоқ. Індеттен қорғану үшін вакцина салдырып қана қоймай, санитарлық талаптарды да естен шығармау қажет. Жергілікті мәдениет үйінде іс-шаралар әзірге онлайн режимінде өткізіліп жатыр екен. Мамандар қалыпты режимге тұрғындардың барлығы бірдей вакциналанғаннан кейін ғана оралмақ ниетте. Жалпы адамдарды вакцинаға шақыру үшін біз көптеген жұмыстар жүргіземіз, роликтер көптеген жазамыз. Сол арқылы адамдар сол роликтер арқылы сол жалпы вакцинацияны алу керектігін қарап келеді. Вакцина алу ол ең бастысы өз өміріңді және отбасыларыңызды сақтау үшін қажет деп ойлаймын. Мен өзім вакцинаның 2 компонентінде алған болатынмын. Екпе егу науқаны басталғалы М.Жұмабаев ауданында 12 мыңнан астам адам коронавирусқа қарсы препараттың бірінші компонентін салдырған. Ал 11 мыңға жуық тұрған вакцинацияның толық курсынан өтіпті. Айта кетейік, бүгінде иммундау шарасы аудандық емханада және мәдениет үйінде жүргізіліп жатыр. Тағы ауданда 6 мобильді бригада жұмыс істейді. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.